Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздерге песочное печеньенің рецептін ұсынамын. Бар жоғы 30 минутта дайын болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Шаймен ішкенге керемет печенье. Ендеше кеттік, бастаймыз. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды алып, үстіне қант ұнтағын, ванильный сахар, жылы сүт, шым-шым тұз, ұн қосып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырып қамыр илейміз. Сіздер де бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте оңай әрі барлық ингредиенттер үйлеріңізден табылатыны сөзсіз. Алдағы уақытта каналымда шығатын рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видео сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырды арнайы кондитерлік мешокқа салып, түрлі насадкалар мен пергамент қағазының үстіне салып шығамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша қамырды екіге бөліп, бір бөлігін какао қосып жасасаңыздар да болады. Пергамент қағазына салынған печеньелерді пісірместен бұрын 10-15 минут холодильникке саламыз. Одан кейін 160 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Нәтижесінде бізде осындай шаймен ішетін керемет печеньелер шығады. Сіздермен болған Жансұлу. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.